Бүгін біз өте дәмді болып шығатын әрі тез дайындалатын блинчиктер жасаймыз. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне 2 ас қасық қантымызды қосып, содан кейін шым тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізге миксердің қажеті жоқ. Кейін 100 мл сүт құйып, тағы да араластырып, оның үстіне ұн мен соданы салып, тағы да жақсылап барлығын араластырамыз. Кейін біркелкі болғанша араластырамыз. Содан кейін қалған сүтіміздің барлығын қосып араластырамыз. Міне осылай өте тез дайын болады. Кейін сұйық май қосуды ұмытпаймыз. 2 қасық және де сарада табамызды қыздырып алып, біздің блинчиктерімізді 2 жетінен пісіріп аламыз. Мен астына еш нәрсе жақпадым. Өте дәмді болып шықты. Міне осылай аударамыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.